Бля, бүгін тағы адам, сука. Блядь, сука. Блядь, сука. Қарғыс атқыр. Блядь. Тағы далдым. 1 миллионға далдым, блядь. Қалай қайтарам? Қалай да қайтарым керек? Бля, астымдағы машинам кетті. Сука, басында баспана кетті. Бәрі кетті, бәрі, сука. Қайтарам шеш. Бәрін қайтарам, қарада тұрш, бәрін қайтарам. Бля, қайдан тапсам болады? Бүгін кешке матч болады. Бүгін кешке матч болады. Бүгін қалай да табуым керек. Кімге звондасам болады екен? Кімге қалай да табуым керекпін ақша? Қалай да табуым керекпін? Мәссаған. Мә, шықпай қалды, блядь. Соңғысы шықпай қалды, соңғысы. Блядь. Қалай да бүгін табуым керек? Қалай да? Тоқта. Айнұра бар ғой. Айнұрада ақша бар. Айнұрада ақша бар. Айнұрада ақша бар. Звондайын. Қалай да табуым керек? Айнұр, сәлем. Жаным сол, қалайсың? Айнұр, қайдасың? Үйдесің ба? Қазір барам, күтші. Қазір күтші барам. Привет, жаным, қалайсың? Қалай жағдай? Жақсы. Өзің қалайсың? Қалай жағдай? Жақсың ба? Жақсы болады, сенші. Жақсы, Аллаға шүкір, рахмет, жаным. Өзің қалайсың? Жақсы болады. Жағдай қалай, жақсың ба? Жақсы, Аллаға шүкір. Не болды? Ештеңе болған жоқ, жан. Барлығы жақсы. Үйде қалай барлығы? Аман есен ба? Может, үйге кіресің? Жоқ, рахмет, керек емес. Ниетіңе рахмет. Жоқ, рахмет, ниетіңе рахмет. Ренжімеш, мен саған асықсыз келіп тұрмын ше, бір жағдайлар болып қалған еді менде. Айтпай бермеші. Тыныштық, барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Не болды? Жан, мен жаңа ғана бір жолдас балам неге түсіп қалды, ДТП-ға түсіп қалды, аварияға. Соған жолдас балама ақша керек болып жатыр. Не деген қамқорсың, сен осы елдің бәрін ойлап жүресің. Жан, соған қазір Құдай қаласа қазір тез барып, одан кейін саған қайтадан келейін. Маған бір 500 мың теңге ақша тауып бере аласың ба? Қазір керек па? Дәл қазір керек ше, мен тез сол жолдас балама барып, тіректерін шешіп, одан кейін саған қайтадан жанып келем. Жарай ма? Жан. Онша 5-10 минут күтесің? Жарайды, хорошо. 5 минут күтем, хорошо. Күтем, е? Шүкір Аллаға. Ақша табылды. Шүкір. Жан, саған бәрі норма? Иә, бәрі өте керемет болды. Жан, саған наса болды. Тез шық, е? Керемет. Тез шықшы, жан. Да. Так, өткенде 500 берді. Бұл жолы миллион сұрасам береді. Керемет. Құдай қаласа, бүгін кешке матч болады. Бұйырса. Жан, тез шықшы. Ей, Ербол, сен қолынан келеді барлығы. Белый. Жан? Ау, жан. Не болсын? Кел отыршы. Жан, бәрі жақсы. Білесің ғой, ботам, мен сені жақсы көрем. Мен сені сүйем, жан. Мен сені жақсы көрем. Жан, өткенде. Білесің ғой, мен астындағы Toyota машинамның өткенде нелер ұстап алып, неге түсіп қалған білесің, штрафстанкеге. Иә. Сол машинамды бүгін кешкі сағат 6, жаңа маған звондады да, кешкі сағат 6-ға дейін алмаса болмайды. Штрафым 800 мың теңге болып тұр. В общем, алып шығумен 1 миллиондай ақша керек болып отыр. Ботам, білесің ғой мені. Маған соны қазір бермесең, мен қазір барып алмасам машинамды болмайын деп тұр, жан. Алдында ғана 500 бердім ғой. Жан, мені білесің ғой, ботам. Сен үшін ештеңе аямаймын. Білемін ғой, жан. Білемін ғой, ботам хан. Білемін, ботам, мен үшін ештеңе аямайтынымды. Қанша керек? Миллион керек, жан. Жарайды сен үшін. Жаным, ботам. Жақсы көремін сені. Жан, уайымдамашы. Маған сенші, ботам. Жаны сол. Ботам, Құдай қаласа мен қазір Астанаға барам. Маған 500 мың теңге бүгін берсең, Құдай қаласа мен Астанадан келгеннен кейін сразу саған қайтадан орнына қойып беретін боламын. Жарай ма, ботам?
Жарайт жаным, мен саған сенем ғой. Жаным сол Ботақан. Саған Не ма? қатты қажет болып Иә, қатты қажет болып тұр ғой. Машинамнан алып бере салам ғой. Болды, Ботам, жаным сол. Ботақан. Ербол? Жан. Ербол? Айнұр? Ербол, кім мына қатын? Мен қазір саған тоқтай тұр. Тоқтай тұр. Мен саған қазір барлығын түсіндірем. Жан, саған да барлығын түсіндірем. Жарай ма? Тағы бір алдап жүрген жетпаның бірі ма? Жоқ, олай емес. Сені күттім мен деген, бүгін неге пропал деп ойлап бірдеңеге арандап қалды ма? Мен саған айтып тұрмын бүгін Астанаға барып келем деп. Бұл ауылдан келген мен әпкем болады. Қазір саған барын айтып түсіндірем. Ненавижу тебя! Жан, қазір мен саған барын түсіндірем, е? Тоқташы. Айнұр, тоқташы, Жан. Тоқташы. Тоқташы. Тоқташы, өтініш, мен саған түсіндірем. Тоқташы. Тоқташы, өтініш, түсіндірем. Тоқташы, түсіндірем. Түсіндірем, тоқташы. Ауылдан келген әпкем болады. Қаланы білмейді, қаланы. Не аралатып жүрмін, қыдыртып жүрмін. Мені ақмақ көріп атсыңдар. Ақмақ емес, Жан, маған сенші. Жан, маған сенші, өтініш, маған сенші. Маған сенші, тоқташы. Тоқташы дейін, тоқташы. Мен сенсің ба? Сенеймін, Мен сенсің ба? Жоқ, болды. Жан, өтініш, тыңдашы. Саған деген көзімді аштым. Маған сенші, маған сенші, маған сенші. Сенамайым мен саған. Кетші, все, уходи. Айнұр. Жаным, мен саған сенем ғой. Ол қатын кім екенін білмеймін, бірақ мен саған сенем. Жан, маған сенесің ба? Сенем, ақшаны мен ақ берейін саған. Шын ба, Жан? Әрине, Шын ба, Жан? сен үшін барына дайынмын мен. Шын ба, Жан? Иә. Рахмет саған. Брат, 100 теңге берші, брат. Брат, 100 теңге берші, брат. Пожалуйста, можно 100 тенге, апай? Апай, 100 тенге можно, апай, пожалуйста, апай? Апай, можно 100 тенге? Мә, құрбым. Сол Альфонс Ерболдан құтылып бар ғой. Екеуміз жан құрбы болып кеткен дейін, өте қуаныштымын шынымды айтсам. Ол бейшара қазір қайда жүр екен? Ол Альфонс 5 жылға сотталып кетті. Шүкір, одан да құтылдық. Ербол? Ербол? Айнұр, Мира. Мә, Құдайдың бар екеніне көзім жетті. Жазаңды алған екенсің, сол керек саған. Алла! Бұлай болжып көтерімді кім білген? Алла! Рейісткен жандарым, кешірі көріңдерші мені. Кешіріңдерші, Алла! Құрметті достар, құрметті ағайындар, бұл видеодан сіздерге не бергіміз келді? Қазіргі таңда қоғамда альфонс еркектер өте көп. Яғни қатындардың, әйелдердің, қыздардың ақшасымен күн көріп атқан. Достар, осы видеоны көріп, сондай жандар сабақ алсын деген мақсатта біз осындай видеоролик жасадық. Достар, ағайындар, біреудің ақшасы сіздерге құт болмайды. Қатындардың, әйелдердің, қыздардың ақшасын пайдаланған еркектер, естеріңізді жиыңыздар. Достар, адал еңбекпен тапқан ақшаға ештеңе де жетпейді. Рахмет баршаларыңызға.